Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Сіздерге әмбебап қамырдың қалай тез әрі дәмді жасалу жолын ұсынамын. Идеальный болып шығу үшін бірнеше тәсілін көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер қамырды бешбармаққа дайындасаңыздар, еттің сорпасын алып, үстіне жұмыртқаны, тұзды салып, електен өткізілген ұнымызды салып, қатты қамыр елейміз. Ұнды выше сорт пайдаланғандарыңыз дұрыс, және қатты қамыр илеп, бетін целлофанмен жауып 15 минутқа қоя тұрамыз тынығу үшін. Енді тынған қамырымызды бірнеше рет осылай айналдыра елеп аламыз да, целлофанның ішіне сұйық май, бір ас қасық сұйық май қойып, құйып, тағы да жарты сағат, 1 сағат көлемінде қоя тұрамыз. Бұл майды құю себебіміз қамырымыз жарылып кетпейді және өте ыңғайлы болып жайылады. Енді тынған қамырымызды алып, видеода көрініп тұрғандай етіп, саусақтарымыздың көмегімен бірнеше есе ұлғайғанша жайып аламыз. Қамыр жай алмайтын қыз-келіншерге лайфхак: осылай саусақтың көмегімен ортасын белгілеп алсаңыздар, тек қана ортасын басу арқылы қамырымызды үлкейтеміз. Сонда шет-шеті жалбырап кетпейді. Түп-түзу болып шығады, сондықтан тек қана ортасын ғана басып, дөңгелете, айналдыра қамырымызды жаямыз. Сонда бір тегіс болып шығады. Достар, бұйырса керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін мен каналыма жазылып, қоңыраушан белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді бір шама үлкейген қамырымызды тек қана екі шетін баса отырып, айналдыра жайып шығамыз. Видеода байқасаңыздар, бірінші ораған кезде ортасынан бастап ораймын. Енді жайған кезде бір шетке қарай жаямын. Солай айналдыра отыра, тек қана екі шетін басу арқылы қамырымызды бір тегіс жұп-жұқа қылып жайып шығамыз. Достар, бұл қамырдың ерекшелігі әмбебап, кез келген манты, ханым, пельмен, нан салма тамақтарының барлығына пайдалануға болады. Езілмейді, қанша қайнаса да, және теп-тек жып-жылтыр болып шығады. Сондықтан барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Енді оқтауымызға ортасынан пышақтың көмегімен кесіп, өзімізге ыңғайлы етіп формада кесіп аламыз. Барлығыңызға осы рецептпен, осы тәсілмен жасауға кеңес беремін. Себебі ең тиімді, ең оңай тәсіл. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Сандуғаш.